Творческая мастерская «Коныр дептерге кунган уйлар» продолжает раскрывать юные таланты нашего района. Тайкешева Дильназ, ученица 9 класса Кушмурунской школы, родилась в поселке Кушмуруна Уликольского района. Ее творчество началось с начальных классов. Писала стихи и эссе. Так Дильназ пишет про себя. «Пишу темы рефератов, в которых важен вдохновляющий смысл, или можно в полной мере выразить свои мысли». Дополнительно она изучает английский язык, стараясь писать эссе на этом языке, осваивает все тонкости компьютера. Жыл төтәдіншісі болды. Ауылда азалықта жинау жоқ, аяздық қыстан жамбылы көзіне құтылып, жайма жуық жазға да жеттік. Сен тайды үйретіп, кішкене қошақандарды жайым қалып кетіп, кешке қасық алып қайтқаныз, бүгін жүрісімен көз алдына келеді. Сізді қатты сағындық. Сағынсақ та қайыршылықта жаудың күшін төтеп беріп, қолармен табан тіресе жайқасуға аттануды отбасымызбен иелік деп санап, көкірегімізге мақтан сезім ұялатамыз. Өткенде келген соңғы хатында әжем кеудесіне салып қойды. Сол хатында Москвадан кетіп, басқа қалаға бара жатырмыз деп едім. Аман-есен жеттің демей, сен хатында әжеме күніне сан мәрте оқып береміз. Әр оқыған сайын әжем көзіне бүрініп, әжем көзін бүрініп қадап ұзақ отырады. Мүмкін сенің үйдегі кездеріңді көз алдына елестете болар, әлде өмір мен өлім арасында жүргенді ойымдап отырады. Ағатайым менің, сіз қалың оқу ортасында жүргеніңізді ойласам, менің де жергілікті жүрегім қатталып кетеді. Мен сізді елімізді құтқарудан қорғап, аман-есен оралатыныңызға сенемін. Баймуханова Гульден, ученица 9 класса Кушмурунской средней школы номер 28. Поэтическое искусство ей даровано еще с детства. Пишет обширные произведения с 5 класса. Является победителем республиканских, областных и районных конкурсов. Одна из активных учениц школы, молодая поэтесса, айтыскер, победитель республиканского научного конкурса «Зерде» 2019. Баймуханова Гүлден, абай атамызға арнау. Әсембаз болып өнерге өлеңді таптың кәдене, қара сөз жазып қазақтың ұлысы болдың және де. Ақылмен ақыл сөз табар, тыңдасаң оқып қойдалар, тереңнен тоқып өрнегін көңілге түрлі ой салар. Ақырын жүріп анықтап, еңбегін көкке өрнеді, алталашты қалықтап, жүрегіне жастың төгіледі. Үлгі алып сізден жастарым, өнерге қоссын бастауын, абайды құттансын, қара сөз болсын жаттауын.